Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай, дәл қазіргі таңда хит болған, ешқандай пісіруді қажет етпейтін, балаларға арналған торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге осындай қабығынан ажыратып алынған киви қажет болады. Кивимізді осылай домалақ тәріздес етіп, біркелкі етіп турап аламыз. Ендігі кезекте бізге тағамға арналған осындай пленка қажет болады. Ыдысымызға пленкамызды салып, одан кейін алдын ала турап алған кивиімізді дәл осы ыдысымыздың ішіне жайып орналастырып шығатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Келесі кезекте бізге таза құрғақ ыдыс қажет болады. Дәл осы ыдысымыздың ішіне алдын ала дайындап алған қаймағымызды, сонымен қатар қантымызды және де жарты банка сгущенка қажет болады. Барлығын осылай ыдысқа салып алғаннан кейін венчигіміздің көмегімен массамыз біркелкі болғанша араластырып аламыз. Келесі кезекте бізге балаларға арналған балық пішіндес печенье қажет болады. Печеньемізді дәл осы дайындап алған массамыздың үстіне салып, венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін алдын ала дайындап алған ыдысымыздың ішіне печеньелерімізді жақсылап тығыздап, біркелкі етіп салып дайындап аламыз. Үстінен қайта салафанмен жауып, 2 немесе 3 сағатқа қалдырамыз. Рецептің толық құрамын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Дәл сол жерден қарап, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне, біздің 3 сағат тұрған тортымыз дайын. Келесі кезекте осылай ыдысымызды төңкеріп, ыдысымызды алып тастаймыз да, одан кейін бетіндегі салафанында осылай шешіп аламыз. Міне, біздің өте керемет, әрі нәзік, әрі жұмсақ болып шыққан балаларға арналған тортымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, ал бізге ас болсын.